Шындығында келгенде қазіргі таңда біз отбасылық проблемаларға ата-бабаларымызға қарағанда әлдеқайда көбірек ұшырасып жатырмыз. Сонымен қатар оларды шешу жолында ауыз толтырып айтарлық нәтижелерге жете алмай жатқанымызды да мойындау керек. Біз бұл ащы шындыққа сенгіміз келмесе де, ажырасу, депрессия, суицид сияқты оқиғалардың санының артуы, әлеуметтік қылмыстар мен зиянды әдеттердің көбеюі бізді бұл ақиқатты қабылдауға мәжбүрлейді. Отбасылық мәселелердің шешілмеуі біздің отбасымызға ғана емес, ұрпағымызға да қауіп төндіреді. Және бұл қауіп өкінішке орай ұлтымыздың әлеуметтік рөлі мен тарих сахнасындағы орын қатерге тігеді. Себебі тарихта шешуші рөл атқарып, жақсы із қалдырған барлық халықтар өзінің отбасылық құндылықтарымен ерекшеленеді. Әрі ұрпағын да отбасылық құндылыққа жауапты етіп тәрбиелеген. Сиқырлы сөздер. Ежелде адамдар жұбайларын өмірлік жолдасым деп атаған. Қазірде біз осы тіркесті қолданамыз. Негізгі біз жұбайымызға өмірлік жолдасым деп қараған кезде ғана бақытты бола аламыз. Бүгінде отбасылық кикілжіңдер жұбайлардың бір-біріне лайықты көзқараспен қараса қарай алмауы салдарынан орын алуда. Сонымен қатар өмірлік жолдас ұғымының негізі жұбайлардың жай ғана сөз жүзінде емес, іс жүзінде өмірлік жолдас серік болуында жатыр. Бір-бірімен тығыз байланысты сезімдер. Жұбайымызға деген дұрыс көзқарас сөзбен ғана қалыптасатын нәрсе емес. Сөздер қарапайым қораптан жасалған іспетті. Ол бірінші соққан желден кейін-ақ қирай жөнеледі. Сондықтан үйдің ең берік материалдан салынуы маңызды, яғни жағымды эмоциялар мен мінез құлықтан құралып, отбасылық өмірде кездесетін барлық мәселелерге төтеп бере алатындай мықты болу керек. Сондықтан жұбайымызды өмірлік серігім деп атамас бұрын бұл ұғымды ішкі эмоцияларға толтырып, мағынасын түсініп, мойындау арқылы жеткізу өте маңызды шарт болмақ. Некедегі ең маңызды сезімдер сүйіспеншілік, құрмет, сенім, адалдық және жанкештілік. Бұл сезімдер арасында тығыз байланыс бар. Сүйіспеншілік құрметке, құрмет сенімге, сенім адалдыққа, ал адалдық болса жанкештілікке апарады. Осы сезімдердің ішіндегі жанға ең жағымдысы махаббат пен сенім. Біреуі құрмет, сезімін тудырса, екіншісі сол құрметпен қоректенеді. Осылайша екеуі де адалдық пен жанкештілікке ықпал етеді. Сүйіспеншілік пен сенім адамдардың ең басты қажеттіліктерінің бірі. Адам нан, су, ауаға қалай мұқтаж болса, қадір-қасиет пен қауіпсіздік сезіміне де дәл солай мұқтаж. Адамның ішінде сенімділік пен қауіпсіздік сезім жоғалған кезде ол адамгершіліктен де айырылады. Сүйіспеншілік сезімі мен сенім адамды бағаланғанда арта түседі, ал қорқыныш пен уайым басым болған жерде азаяды. Жұбайымыз аталмыш сезімдерге тап болған кезде серіктестігіміз некеге, жұбайымыз достыққа немесе жолдасқа айналады. Әйтпесе тіккен отауымыз өміріміздің соңына дейін кәдімгі қауымдастық, ал өмірлік жарымыз оның бір мүшесі ғана болып қалады деген сөз. Тіл мамандары дос сөзінің қайнар көзі жаумен бетпе-бет келген кезде бір-біріне арқа сүйей алатын сенімді адам деген мағынаға негізделген деген пікірде. Ал жолдас дегеніміз адамдардың белгілі бір мақсатта серіктес екенін сипаттау үшін қолданылатын әдемі сөздердің бірі. Ендеше дос пен жолдас махаббат пен сенімге негізделген сөздер. Адамдар алыс сапарға өзі ұнатпайтын, көңіліне сенім ұяламайтын адаммен шыққысы келмейді. Әрине мұндай
жолаушымен өмір атты сапарда бірге болу қауіпті. Менде ол ештеңеге қарамастан бақыт пен жетістікке жету үшін құрылған болса да, бұл жұптың болашақта бақытты болуы екіталай. Әлсіз жерінен сынасың ба? Ер адам болсын, әйел болсын, бір-біріне сүйіспеншілікпен, сеніммен қарамаса, құрған отауында бақытты бола алмайды. Өзіміз сүймейтін, тіпті сенбейтін адам автоматты түрде біздің санамызда жат адам болып қабылданады да, оның әр қадамы бақылауға, тіпті тергеуге алынады. Бұл жағдай жұбайымызға қатысты мәселелерде әрдайым ыдыстың жартылай болса да толған жерін емес, бош бөлігін ғана көруімізге себеп болады. Тіпті сенімсіз жұбайымыздан қорғану үшін сақтық шараларды қолдануға дейін баруымыз мүмкін. Себебі ол адамның тудыруы мүмкін проблемалар бізді әрдайым алаңдататын болады. Ақырында оған қарсы шара қолданып, оны бір нәрсемен қорқытып ұстайтын дәрежеге жетуіміз мүмкін. Егер ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы бір-біріне қауіп төндіретін деңгейге дейін жеткен болса, онда некедегі құрмет пен жанкештіліктің еш мағынасы қалмайды. Ондай жерде адалдыққа үлкен қауіп төнеді. Бұтақты жіңішке, яғни әлсіз жерінен сындыру оңай болғаны сияқты, отбасында әлсіз жерінен бұзу қиындық тудырмайды. Еш нәрсені елемей, шиеленіскен мәселе өзінен өзі шешіліп кететініне сеніп жүре берер болса, отбасының ішінен іріп, әрі қарай бірге тұруға шыдамаған жұптардың жолы екіге айырылуы әбден мүмкін. Екінші жағынан, ерлі-зайыптылардың бір-біріне танытқан сүйіспеншілік пен сенімге толы әрекеттері міндетті түрде қарсы тараптағы адамның мінез-құлқына жағымды әсер етеді. Өзіне бағытталған сүйіспеншілік пен сенімді сезген адам жұбайына да дәл сондай жауап қайтарады. Ал мұны отбасындағы ауа райының жағымды жаққа өзгергеннен ақ байқауға болады. Бір өкініштісі, аталмыш екі сезімнің және осы сезімдер әсерінен туындайтын сыйластықтың қадірін оларды жоғалтып алғанда ғана түсінеміз. Осы екі сезімнің құндылығын түсінген адам оларға тиісінше көңіл бөліп, қарым-қатынасын сол сезімдер жолында құрбан етпейді. Сондықтан бұл сезімдерге төніп тұрған қауіптерден қорғану керек. Себебі бұл сезімдерге түскен сызатты кетіру оңай бола қоймас. Жұбайы өзін қауіпсіз сезінетіндей жағдай жасай алмайтын адамдар некеден бақыт таба алмайтынын білуіміз керек.